Алыс бір елде Әділғазы өмір сүріпті. Бір күні сот мәжілісінде алдына күлше ұрлаған кедей келтіріледі. Байғұс кінәсін мойындап, аштан өліп бара жатқаннан кейін амалсыз ұрладым дейді, мойны салбырап. Қазы, ұрлыққа барып қылмыс жасағаның үшін бәрібірде саған үкім шығаруым керек. Дейді де жағдайыңа байланысты саған 10 дирхам айыппұл салынады. Алайда айыппұлды төлей алмайтының себепті айыппұлды сенің атыңнан мен төлеймін дейді. Жиналған қауым таңданыс толы жанарларымен қазға көз тігеді. Қазы шынымен ақ қалтасынан 10 дирхам шығарып қазынаға өткізуге бұйырады. Сосын көпшілікке бұрылып, арамызда аштықтан нан ұрлауға мәжбүр болған адам жүргендіктен, осы отырған әрқайсыңызға 10 дирхамнан айыппұл салынады. Лезде мәжілістен 450 дирхам жиналады. Қазақ шаны әлгі кедейге береді. Дәл осы жерде Абай атамыздың 37-ші қара сөзінен мысал келтірсек болады. Адам баласын заман өсіреді. Кімде-кім жаман болса, оның замандасының бәрі виноват деп әр адамның заманға заманның адамға серін сөз қылады. Осылайша Абай заманды қалыптастыратын адамдардың өздері екендігін, сондықтан әркім өзін дамытуға, өзін тәрбиелеуге күш салуы керектігін меңзейді. Ол сонымен қатар, мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім, деп адамның кез келген уақытта өзін қолына алып түзеле алатындығын айтады.